Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан ақ белгілі. Оны пайдалану ежелгі үнді жерінде бастау алған деген дерек бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған. Сондай-ақ өз жарақаттарын жұмыртқаға басу арқылы жазған екен. Құрметті оқырман, біздің арнаны 86% тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны қарап отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Жұмыртқаны қайнатып, қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендермен толықтыруға болады. Құрамындағы ақуыз, иод, фосфор, селен элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, Б, Д, Е дәрумендерінен бастап бас аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқада калорий аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калорий ғана бар. Ал майлылығы не бары 10%. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы. Бір жұмыртқа мен бір ас қасық балды араластырып, бетіңізге жағып 15-20 минут жатып демалыңыз. Кейін жылы сумен шайып жіберіңіз. Бетіңіздің тазарып, нәрленіп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-1,5 сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіңіз. Бұл ем шашыңыздың жылтыр болып, алдағы күндері ұштанбауына жол ашады. Жұмыртқамен емделудің 5 жолы. Жұмыртқа тез дайындалатын, жүрек жалғайтын ас қана емес. Дұрыс қолдансаңыз тиімді дәрі бола алады. Ал амалы мынадай: жөтелге қарсы 2 жұмыртқаның сарысын 2 ас қасық сары маймен араластырып, оған 1 шай қасық ұн, 2 шай қасық бал қосасыз. Қоймалжың қоспаны 1 шай қасықтан күніне 3-4 рет қабылдайды. Емделу мерзімі 7-10 күн. Сонымен қоса күйікке қарсы. Оған 3 дана жұмыртқаны суға қайнату арқылы пісіріп, сосын сары уызын алыңыз. Оны баяу отта қыздырылған табада қуырады. Сары уыз қарайып, резина сияқты созылмалы массаға айналады. Аса қатты суымай жатып, дененің күйген жеріне жақса жазылады. Күніне 1-2 рет жасауға болады. Созылмалы бронхитпен астмаға қарсы шикі жұмыртқаның қабығын кептіріп, әбден ұнтақтап, оған 10 лимон шырынын сығып қосады. Араластырып, қараңғы жерге 10 күнге қояды. Сосын дәкемен сүзіп алып, қолдануға болады. Енді 10 дана жұмыртқаның сарысын алып, оған 10 ас қасық шекер қосып, ерігенше араластырып, оны 0,5 литрлік коньякқа қосу керек. Жаңағы жұмыртқа қабығы мен лимон шырыны араласқан қоспаны да осы коньякқа қосып, 1 келкі болғанша жақсылап араластыру керек. Дайын болған соң күніне 3 рет астан жарты сағат бұрын 1 ас қасықтан ішеді. Таусылған соң 1-7 демалып, емді тағы 1 рет жалғастыруға болады. Суықтау немесе тұмау болған жағдайда жарты литр ыстық сүтке 1 дана жұмыртқа, 1 ас қасық бал, осынша сары май қосып, жақсылап араластырыңыз. Оны түнге қарай ұйқы алдында әзірлеп ішкен жақсы. Сосын жылы оранып жатыңыз. Таңертең мұрынның бітуі, бастың солқылдап ауруы, тамақтың жыбырлауынан түк те қалдырмайды. Келесісі буын ауруына қарсы. Шағын кастрюльге 1 стақан рафинатталған өсімдік майы, сіріңке қорабының көлеміндей балауыз, яғни парафит, салып баяу отқа қояды. Балауыз ерігенше қозғап тұру керек. Бұл арада піскен жұмыртқаның сарысын алып, жарысын шанышқымен жақсылап езіп, оның 1 шым-шым бөлігін қайнап тұрған кастрюльге салады. Осылай аз-аздан қоса отырып, май мен жұмыртқаның сарысы 1 келкі болғанша араластырып тұрады. Сосын отты өшіріп, әбден суығанша қалдырасыз.
Бұл қоспаны капрон немесе дәкемен сүзуге болмайды. Тек қана сүзіп алу керек. Ауыратын буындарға жағып, сыртына жылы орап қою керек. Компресс кемінде 2 сағат тұру керек. Оны мейлінше кешке ұйқы алдында істеген дұрыс. Ал қоспаны беті жабық шыны ыдыста 10 айға дейін сақтауға болады. Жұмыртқаның денсаулықты түзетуге осындай көмектері бар. Видео пайдалы болса, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы ем болсын достар. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.